қазақтың ұлттық болмысын, тұрмысы мен табиғатын, өмір сүрген ортасын ақындар мен жыраулардай жырлап беретін бір күш Қазанғап күйінде жатқандығы айқын. Біздің үлкен атамыз Өмірзақов Құрманғали күйші Қазанғаптың шәкірті, қазақ мәдениетінің алтын қорында сақталған тұлға екендігін әрдайым мақтан етеміз. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер атам Нағима әжеммен берекелі шаңырақ иесі атанып, ұл мен қыз тәрбиелеп өсірген. Сол балалардың бірі біздің Тәмен атамыз. Бір сөзді, кешек ойлы, артық нәрсені жақсы көрмейтін атам биік қорғаным. 1956 жылдың 17 қарашасында дүниеге келіп, тәрбиемен өсіп ер жеткен. Алғашқы еңбек жолын Ақтоғай совхозында шахтадан бастап адал еңбек, маңдай термен ерте есейген азамат. 1975-1978 жылдары отан алдындағы борышын өтеп келген. 1978 жылы 30 қарашада әжем Майрамен отау құрып, бүгін некенің 41 жылдық мерекесі, лағыл тойларын атап өтпек. Атам да әжем де өте балажан. Соған қатысы жайтты елеусіз қалдырмайтын, көздеген мақсатына жету жолында табанды еңбек ететін адал еңбекқор жандар. Өз істерінің шеберлері, оны еңбек кітапшасынан көруге болады. Совхоз таралғаннан кейін атам автобазда, кейін 2003 жылдан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін Қазтрангаз мекемесінде еңбек етті. Ал әжем 1975 жылы еңбек жолын Шалқар аудандық тұтынушылар қоғамында іс жүргізуші болып бастаған. Аға бухгалтер қызметіне дейін көтерілді. 1997 жылдан кейін зейнет жасына жеткенге дейін зейнетақы орталығында қызмет етті. Екеуі де ұжымда сыйлы, абыройлы, мамандығы мен адамдығы ұштасқан жандар бола білді. Ел игілігі үшін атқарған қызметтері мақтау қағазы, грамота, медальдармен ерекшеленді. Әжем тарихта аты қалған көті бар есет батырлардың ұрпағы. Әкесі Мұхаммедқазы Ұлы Отан соғысының ардагері. Анасы Кабира екеуі 1958 жылы 6 мамырда дүниеге келдерін, балаларының есімін Майра деп атапты. Расында, менің Майра әжемнің жүрген жері, мекені, ортасын берекелі бірлікке бөлеп жүрді. Атам екеуі ақсақалдардың батасын алған, ағайын дос жиған қоғамда қызмет еткен, бала тәрбиелеп, немере сүйген ардақты жандар. Ұлдары мен қыздарын жоғары оқу орындарында оқытып, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты әке мен ана. Әр баласы мен немересін бір төбе көреді. Келіндерін қыздарындай, күйеу балаларын ұлдарындай көріп, терезесін татулықпен теңестіріп, керегесін кеңпейілдікпен керіп, есігін қоңақ жайлылықпен ашқан ана мен әке. Бүгін атам 63 жасқа, әжем 61 жасқа толып, некелік өмірдің лағыл тойларымен қатар келіп, бірнеше қуаныштың куәсі болып отырмыз. Әулетіміздің киесі, барлық жандардың ақылшысы, шаңырақтың берекесін арттырып отырған асыл жандар өздеріңіз сіздер, ата, әже. Тілеуімді тілеген, еркелігімді көтерген, мен ауырсам жана ауырған, көрмей қалса сағынған, ардақты жандарым, көңілі кең, жүрегі мейірімді, кеудесі қазынаға, сөзі қасиетті. Сіздерді әрдайым мақтан тұтамын. Тойларыңыз құтты болсын.